Ертеде кең даланың ортасында, жұлдызды аспанның астында бір кішкентай ауылда Талғат есімді бала өмір сүретін. Талғат өте ақылды, батыл әрі үнемі жаңа нәрселерді үйрене құмар еді. Бірақ оның ең үлкен арманы ғарышқа саяхат жасау болатын. Түнде жұлдыздарға қарап, оларды зерттеп, әр жұлдыздың өз тарихы бар деп ойлайтын. Бір күні Талғат ауылдағы ескі кітапханадан ғарыштың құпиялары атты кітап тауып алды. Кітаптың ішінде жұлдыздарға саяхат жасау үшін қажетті құралдарды, сондай ғарыштағы батырлар туралы қызықты әңгімелер болды. Талғат кітапты оқып отырып, ғарышқа саяхат жасаудың мүмкіндігі бар екенін түсінді, бірақ ол үшін батырлық, ақыл мен білім керек екен. Кешке Талғат жұлдыздарға қарап, олардың әрқайсысымен сөйлесуге шешім қабылдады. Ол терең тыныс алып, сендердің сырларыңды ашуға дайынмын деп айғайлайды. Кенет аспаннан жарқыраған бір жұлдыз түсіп, оның алдында пайда болды. Бұл жұлдызды Батыр еді, ғарыштың қорғаушысы. Жұлдызды Батыр оған ғарышқа саяхат жасау үшін қажетті құралды берді. Талғат сиқырлы құралды алып, батырлықпен ғарышқа аттанды. Ол ғарышта түрлі жұлдыздар мен ғаламшарларды аралап, олардың мәдениеттерімен таныса бастады. Әрбір жұлдыздың өз ерекшелігі, өз тарихы, өз батырлары болды. Талғаттың жүрегі қуанышқа толды, бірақ ол ғаламшарға жеткен бойдан тұрғындар қиыншылыққа тап болды. Тұрғындар оған зұлым жыртқыштың олардың ғаламшарынан барлық ресурстарын тартып алып, оларды зұлымдыққа итермелеп жатқанын айтты. Талғат осы қиындықты шешуге шешім қабылдады. Ол жұлдызды Батырдан алған құралды пайдаланып, зұлым жыртқышты іздеуге шықты. Талғат пен тұрғындар жыртқышқа қарсы шықты. Жыртқыш оларды көріп таң қалды. Талғат оның алдында тұрып, сол құралды пайдаланып жыртқышқа қарсы қолданды. Ғаламшардың тұрғындарын аман есін алып қалды. Кейін Талғат ауылына оралып, өзінің тәжірибелерімен бөлісті. Балалар мен ересектер оның әңгімелерін тыңдап, өз армандарына жету үшін батыл болуға үйренді. Талғаттың жұлдызды саяхаты мен батырлығы ауылда аңыз болып қалды.